Осы жақында баламды тіс дәрігеріне алып бардым. Дәрігер айтады да, балаңыздың әлі сүт тістері түспеген екен дейді да. Бала сүйек жемеген ба дейді да. Сол кезде есіме түсті, бізде Америкада сүйек жоқ. Ауыз қуысы қайтсақ шынықпаған. Біздің ұлттық тағамымыздан кетіп қалғанымыз уже балаларымыздың денсаулығына әсер етіп. Табиғатынан жаңағы еттен қашады жаңағы. Тамақтың ішіне етті теріп жейді деген бар ғой. Қазір ол Қазақстанда 90% отбасыда сондай шығар. Біз бала кезімізде сүйегіміз жеп өстік қой. Иә. Тісіміз содан да мүжіліп түсіп қалады екен да. Жақсы сүйек одан қалыптасады. Негізгі әсерінің бірі жаңағы жалқау тіл синдромы. Тіл еркіне келмейді. Қаттыға чайнауға Тыны к дейді, сыны ц дейді. Басқа құрлықтың, басқа халықтың әдет ғұрпын, солардың ас мәзірін қалыптасып, солардың ішіп жемін өзімізге қарай сіңіріп отырмыз да. Тек қана тұздап қойып сақтайды ғой. Сосын жаңа екінші сіз айтқан тұздап, сосын кептіріп, сосын мұздату деген. Екеуінде айырмашылық қалай? Демек сонда бізге ұлт ретінде, бір қоғам ретінде жалтақтай бермей, әр нәрсеге әркімнің бір қаңсығын таңсық көре бермей, осы өзің тамырыңа оралу керек та. Ет болса да, қымызың болса да, наның, тарың, бидайыңа ораласың. Сонда жаңағы атаң этногенез 3-4 мың жыл болған жалғас тұрпақтың жалғас болып кете бересің да. А бірақ ет жегеннен шынымен зиян болатынына ғылыми дәлел әлі тапқан жоқ. Айтып отырмын ғой, біз секілді ас дайындау технологиясын меңгерген халық кемде-кем. Енді ол жалған патриотизм емес, ура патриотизм емес. Біздің мақсат енді ет жеу емес, біздің мақсат ұлттық асты ұлықтау. Ал, қанеки. Дәм тартып кеп қапсыңдар анау. Адам айдаса бармайсың, дәм айдаса қалмайсың деп. Осыдан дәм осы бүгін беріп тұрған шығар енді, жігіттер. Осыдан енді ауыз тиіңдер. Бұрын әлеуметтік жерде көп адамның көз қақысына қалып жүрмін. Мынау ет ораза кезде тіптіден сап-сары майларды көрсетіп, төңкерілген қазыларды көрсетіп, көз қақысына қалып, көз қақысын берейін. Атамыздың асынан ауыз тисін деп сендерге шақырып отырмыз енді. Қарай, бата жасап жүресіңдер ме? Аллах тағалам осы дастарханға береке бере көр, басымызға амандық, денімізге саулық, ісімізге мол табыс бере көр. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар бирахматика. Аллаху акбар. Іштеріңдегі жолдарың үлкен қайсысы? Ырымын жасап беріңдер, соны мен кесіп берейін. Данияр ал, бата жасаған Данияр жақсы өте ғой. Ырымын жасауында. Бисмилля. Сіз енді қатты сынамаңыз деп па? Мен қазір ауыз тием ғой осыдан, да? Оған тисе болмайтын еді деген. Осыдан берем ғой да бір. Бәкені қоймау керек еді. Бәкені тістеп тұрасың да? Бір қып-қызыл екен мына ет, Енді бұл Алматының ауа райына байланысты от жағып сүрленген ет қой. Жа, мен қидалап берейін оны, дия. Қидалап. Бисмилла. Өз қолыммен енді бір асатайын, бізде асату деген бар. Сіздің турауыңыздың өзінде мәнерлеу деп айтасыз ғой енді. Ерекше мән бар. Бұл отпен ысталған деген сонда түтіннен бөлек қой, От кәдімгі мына немене ғой? Ана жеміс ағашыменен негізі ыстамайды ғой. Жеміс ағашыменен от жағып отырып, соның ыстығыменен сүрлеп шығар ғой, ет кептіру ғой былайша айтқанда. Міне, төс қой мынау төс. Ал, сол баяғы ию-қию дау болып жүрген төстен ауыз тиіңдер. Кел, бауырым. Сармайменен қосып. Кел, өркен. Өткел, жеті құрлықтың дәмін татып жүрсің ғой. Мен кескен еттің, кескеннің Данияр бауырымның кескені ұқсамай ма екен? Масқара. Дәмі? Сөз жоқ. Кел, жандос. Қазақтың жігіттері бір-біріне өстіп мая сатып жүрсін енді. Бізде мая сағыр деген сөзіміз бар. Отпен ыстау деп атай ма оны? Отпен ыстау ма? Отпен сүрлеу. Отпен сүрлеу. Мына солтүстік құрғақ сараяз бар, құрғақ ауасы бар жерлерде ауамен сүрлеп алуға болады. Ет кептіру ғой. Бізде Алматыда дымқыл ауа қиындау. Сонда от жағар, Сайдың ауызы болмаса бір ерекше. Ет сүрлеу қиындау. Мезгіл таңдай ма ол? Мезгіл таңдайды. Сол үшін отпен сүрлейміз. Мынау жеміс ағаш деген у жоқ. Одан жеміс ағашының қос иісі бар ғой.
алманың ағашы түтінсіздеу болады, ақсүңке дейді. Ақсүңке отпенен сүріліп алған жақсы болады, түтін шықпайды. Баяғы заманда ана ұрылар, жортуылшылар ағаштың түбіне ақсүңке шіріген томарларды жағып тамақ пісіріп алады екен. Бықсаған түтін шықпайды екен де одан. Түтін көреді адам жүр екенін біліп қояды ғой. Сол сияқты сол ақсүңке отпенен немен етеміз ғой. Кел, жігіттер мынаны былай қояйын, жоқ әлде былай салып берейін бе? Жоқ, қоясаңыз аға бүйтіп алады өзі. Яғни мына Қазыңыздан тұрыңызшы, қазының дәмін көрейік. Қазы әдейі болып жатыр ма? Қазының түрі жақсы екен. Жақсы ма? Түтінмен жерге төгейін, осыдан алып отырыңдар. аға бұл жаңа түтінмен ыстау дегеннен бөлек қой, ыстаудан бөлек қой бұл, Жоқ, етті негізі ыстамайды естерінде болсын. Жоқ, әдетте бізде қоғамда қалыптасқан нәрсе түтінмен ыстайды деген сияқты бар. Иә, сондай бір термин пайда болып алған, негізі ол жоқ, ол жоқ. Ол сүрлеу бар. Ыстау жөнінде мына қымызды ыстау жөнінде де әңгіме айтып бере аламын мен. Қазақта сөз бар ғой. Жігіттің жақсысы нағашысынан, қымыздың жақсысы сабасынан деп. Саба дейді, күбі дейді, әр жерде әртүрлі айтылады. Мынау сабаны негізі жылқының терісінен тігеді. Оны жасаудың өз жолы бар енді ол. Әртүрлі илейді, иісін кетіреді, сонда илегеннен кейін мынау қысқартып айтып берейін, қымызды ыстау қайдан шықты дегенде. Негізі қымызды ыстамайды, сабаның өзін ыстайды. Сабаға 3-4 рет немен етеді ғой, қымыз құйғаннан кейін оның ішіне көк пайда болады ғой. Көктің дәмі, мысалы көлдің иісі, балдырдың иісі шығып кетеді де, соны құрту үшін 2-3 рет пісіп алғаннан кейін бұны алып шығады да, жуып, бұлай төмен қаратып қояды да, оттың ысыменен, жалынымен ішін кептіріп дезинфекциялап алады. Сонда ішінің көктің иісі кетеді де, ана неменеге қымызда көктің иісі болмайды. Ода аз түтіннің иісі қалады. Сол негіз сабаны ыстайды. Бұны әзір қымыз ысталған қымыз деп жүр. Түп тамыры сол. Дезинфекция мақсатында. Дезинфекция ананың ішінде көктің дәмін кетіру үшін сондай жағдай болады бұл жігіттер. Міне, мынау қыртыс. Мен өз 2-3 рет асасқаннан кейін тоқтап қалады өз адамдар. Масқара екен дәмші. Үркөл, міне. Мынау өз атаңның жылқысының еті. Өзің мәселен 7 құрлықты аралап дәмін татып жүрсің ғой. 7 құрлық беді 6 ме дейді. Дұрыстап оқымаппын ғой. 7 дей берсе қателеспеймін. Тағы бір құрлық шығуы мүмкін. Андат дейді аңғысы. Сонда енді әр халықтың тамағын жеп жүрсің ғой. Қандай енді мысалы мынау біздің етімізбенен шетелдің етінің, тамағының, қазақи тамақтардың қандай парқы бар. Сол жөнінде біраз ой өрбітсең. Бұны қазір айттым ба, айтпадым ба деп сөйлейтін болдық қой енді подкасттардың біразына қатысқандықтан, бірақ маған осы 76 елде болғандықтан қазір енді әлем кухняларының арасында жаңа ең абыройлысы, Мишлен жұлдызын тағайындайтын француз асханасы ғой енді мысалы. Мәртебелісі деп айтайықшы енді. Ол мәртебені өздері қойып алған, бірақ дегенмен санастырған бізді. Мен сол Францияға бір 4 рет барып, енді асханасын қарайсың ғой енді, осы несімен мықты дегенде. Бұл жайлы мен жазғам, қателеспесем. Былай қарасаң, ең жеңсік дейміз ғой, жаңа ең қалаулы 3 тағамы да, топ 3 тағамы да бір зорлықпен алынған екен де. Мен соған таң қалдым мысалы. Біріншісі жаңа мысалы фуагра десек, жаңа қазы, үйрек дейді, не дұрысы қазыны жаңа аузына мыс құбырды трубаны тығып, сөйтіп ана жегісі келмесе де жаңа бидайды мөлшерінен артық беріп, оны артынан су беріп, ана зорлықпен тамақтандырады. Қазы. Сөйтіп ана қазы жаңа аузын жаба алмайды дейді, өйткені аузына труба тығып қойған ғой. Ол сол баяғы 17-18 ғасырдан бері неге екені сол. Сөйтіп бауыр ісіп кетеді, печень дейміз ғой, бауыры 2 есе 3 есе өсіп кетеді, майланып. Сол белгілі бір деңгейге жеткен кезде сойып алады да, тек бауырын алады, етін тастай салады деген секілді. Сол үлбіреп тұрған бауыр еті енді бәріміз әспеттейтін кезінде бірінші президентіміз Назарбаев ұрсатын барады ғой, Toyota Land Cruiser мініп фуагра жемендер деп шенеуніктерге. Сол фуагра деген сол сондай бір аяусыз жануарға деген бір зорлықпен алынған да.
екіншісі мысалы жаңағы құрбақаның соңғы екі аяғы балтыры дейміз ба, не дейміз, саны дейміз ба, сол үшін ғана өсіріп екі жаңағы соңғы балтырын жеп, үшіншісі жаңағы ұлу жейді ғой, ол жүзімдіктердің астында жүретін ғой, онда ислам бойынша алсақ халал емес, өйткені теңіздік емес қой. Былай қарасаң енді ұлуы да, құрбақаның балтыры да, қаздың бүйрегі де, бауыры да барлығы андай табиғи жолмен емес, гумандық жолмен емес, зорлықпен алған, оларға деген қысастықпен. Соған мен қазақ екенмін жаңағы асханасының қаншалықты тіпті мал екеші малдың өзіне де бір барынша мейіріммен малды бауыздайын деп жатқан кезде де енді ол діннен келді ғой біраз енді пышақты көзінше қайрамау дегеннен бастап енді қанын толық ағызудан бастап мысалы моңғолдар қалай қойды мен көрдім енді Моңғолияда 2 рет болған кезде қойдың мынау жон тұсынан қолын салып жүрегін несін омыртқасын жұлып алады ғой қан ішінде қалсын кеудесінен қуысынан қолын салады да жүрегін қысып тоқтата салады қолқасын суырып ала ма әйтеуір қаны толық ішінде қалсын деп қаны етке сіңіп олар тіпті шайдың өзіне де кейде қанды не қатырып кертіп алады да біздің бір сарымай секілді сөйтіп шайға қан қатқан қаннан кішігірім алып біздің қан салған секілді ертіп ішеді қызартып деп айтайықшы енді сондай деңгейдегі бір қызық дәстүрлер қалыптасқан сондықтан да біріншіден мен айтарым қазақ асханасы бұл әлемдегі ең гуманды дейміз ғой табиғатқа ешқандай қысастықпен емес барынша гуманды бұдан артық сөз таба алмай тұрмын екіншіден бізде бүкіл ас дайындау технологиясы енді қатты дамыған мысалы сол Моңғолияда енді оларда енді бізден көп ат қой қазір мысалы жылқы ше бізден көп бірақ мысалы қымыз піспейді білуімше сол секілді қазы айналдыру деген секілді етін жейді бірақ ас дайындаудың технологиясын соның ішін жеткізбеген де сол моңғолдар қарабайыр күйінде қалып кеткен ол сол хакас болсын тв болсын жалпы көшпелі халықтардың арасында бәдәуилер болсын араб туарегтегі дәл біз секілді гурман халық негізі аз біз енді ас дайындаудың технологиясын енді мүлтігіне үшін жеткізгенбіз ғой біріншіден қалдықсыз технология тілінен бастап құлағынан бастап терісіне шейін сирақ құдай түгел пайдаға асады екіншіден жаңағы сүттің өзінен пәленбай қымыран мымыран деген секілді общем түгел ашыған бұқтырған кейбір елдерде тек бүкіл тамақтар тек асылады болмаса мен барған соңғы елім мысалы Мароккода бүкіл тамақ тек бұқтырылады аспайды қуырмайды тек қана бұқтырылады тәжин негізгі тамақтары тәжин деген қыш құбыр мысалы Нұрсұлтан ұстаз осының алдында барып Руслан Рысманбет деген кісі мұсылман елі бірақ тамақтарынан әбден көңілі қайтып келіпті да екінші жер бармаймын деп әйтпесе халал еді бірақ тек бұқтырылған тамақ жеген кезде Марокко секілді мәдениет керемет елдің өзінен былайша айтқанда бір адам көңілі қалып қайтты да сондықтан да бізде бұқтыруда құдай-ау қайнату асу қақтау жердің астына салады қардың ішіне салады айтып отырмын ғой біз секілді ас дайындау технологиясын меңгерген халық кемде кем енді ол жалған патриотизм емес ура патриотизм емес расымен көз көрген нәрсе осыған расымен көзім жетті сондықтан бізде ең керемет технология және ең дәмді ет әрине бізде деп ойлаймын қысқаша осы енді былай қарап тұрсаң жарайды біздікі дайындалуы қиын бағасы қымбат бірақ адамның денсаулығына келтірер бізде бір ұран бар енді айтылған сөз мынандай өзіміздің неменемізді жазып қойғанбыз парақшамызға қазақтың асы бойға қуат дертке шипа деп мысалы қуат алу үшін тамақтанасың сол шипа болсын деп мысалы адам иммунитетін көтеру үшін жақсы тамақ ішу керек қой сондағы жазып қойғанымыз бойға қуат дертке шипа деп жазып қойғанбыз қазір мынандай бір әңгімелер де жүріп жатыр ғой аға жаңа рахаттап айтып отырық дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында бір қауіпті тамақтардың бір тізімі шыққан соның ішінде ысталған ет бар сонан кейін қазір енді мынандай бір құбылыс бар да біз жігіттердің арасында әңгімелескен кезде 90-шы жылдардағы жеген кедейлердің тамағы қазір байлардың тамағына айналды ол қарастық қара нан сары май кедейлердің бидайы қазір енді соған параллель ет жеуде зиян деген әңгімелер шығып жатыр енді оның зиян екеніне қатысты бұлар негізгі альтернатива негізгі жауап ретінде ұзақ жасайтын елдер бар ғой шығыс азия елдерінде солардың
ет жемеуін алға тартады да. Шөп жейтін. Шөп жейтін. А бірақ ет жегеннен шынымен зиян болатынына ғылыми дәлел әлі тапқан жоқ. Дәлел жоқ. Дәлел жоқ. Енді сіз айтып жатсыз ғой, күш болады, иммунитет болады деп. Жалпы ет сақтаудың бұл жаңағы бір формасына да, рецептіне де байланысты шығар. Өйткені тым тұзды ет деп көп қой, сүр ет. Онда көп тұтына беру көп ас қорыту жүйесіне зияны болады екен оның. Енді сіз мысалға біз жедік өте дәмді, бұны сіз қандай технологиямен жасап жүрсіз мысалы? Өзіңіз ойлап таптыңыз ба жоқ, бұның түп негізін бір жерден алдыңыз ба? Бұл бұрыннан бар дүние ғой. Мынау етті мәнерлеу деген әр жердің ауа райына байланысты. Жаңа айттық қой. Мысалы Алматы дымқыл жер. Міндетті түрде бір ыстық ауаменен қолдан жасап, оны құрғатып алмасаң, ары қарай оны дала қылып қойсаң, ауа дымқыл. Етке ауаның дымқылдығы өтетін болса, ет божып кетеді, дәмі кетіп қалады, жаман болып кетеді. Сол үшін біз ағаш үйге, таза ағаш үйдің ішіне ілеміз де, бұны енді бұзып, әдемілеп, жұқалап, бұзып, тұздап аламыз. Міндетті түрде тұздау керек қой. Тұздамасаң ол ет сасиды. Ет сасса тұз себесің, тұз сасса не себесің деп. Астың дәмін келтірген тұз әулие деп. Сонда сол тұздап аламыз да, одан ілеміз де, ары қарай сол жаңағы алма ағаш, өрік ағаштардың неменесі ақсүңкі. Жаңағы ақсүңкі жөнінде әңгіме айттық қой, қабығы жоқ. Әбден күнге күйік кеуіп қалған ақсүңкілер жақсы жанады да, көк түтін шығармайды. Соның ыстығына қарсалап кептіріп аламыз бұны. Одан кейін өзі мынау колбас шетелдің технологиясында бар ғой, мына колбас әртүрлі неменелерді алма ағаштың, жеміс ағаштың түтінімен бір түтетіп алып дәмін шығарып жүр ғой. Бір жағы соғанда кетеді бұл. Аса бір тұншықтырып түтетпейміз бұны. Соларға кептіріп аламыз, соны апарып мұздатып тастаймыз. Біздегі жүрі әлеуметтік желімізде бізге Тарбағатайдың саласынан, Алтайдың жонынан, арқаның әр жерінен жылқы келеді деп. Бұл жылқыны бірінші тұзды көлге салып аламыз деп. Одан кейін Африканың аптабына бір арылатып кеп, Антарктиканың мұзына миллион жылдық мұзға апарып көміп қоямыз деп қалжыңдағанбыз. Біздің ет сүрлеудегі барысы сол болатын. Тұздап аламыз, ыстыққа қоямыз, суыққа апарып, мұздатқышқа апарып салып ұйықтату деген сондай процесстермен жасап шығамыз ғой. Енді әдетте мысалы тек қана тұздап қойып сақтайды ғой. Иә. Сосын жаңа екінші сіз айтқан тұздап, сосын кептіріп, сосын мұздату деген. Бұл екеуінде айырмашылық қалай? О да болады. Ол уақыт өткен сайын ана мұздың ішінде жатып, бұл өздігінен кебеді бұл. Ет ана аяз сорып алады да, бұл кебетте түбі сүріге барады. Бұл ет сүрленсе, мына май сүрленсе, дәмі әдемілен, дәм жақсы кіреді. Демек, бұда бір витаминдік бірдеңелер бар ма екен, осының бір зерттеген біреулер бар ма? Енді бізде азық-түлік орталықтар бар ғой, оған апарып зерттетуге де болады енді. Ондай бір Мана тарихта кім деген кісі болған, сіз білетін шығарсыз, Қаражан Үкібаев деген, Семейдегі. Соғана Ботов деген бір орыстың несіне 1,5 миллион рубльге не сатыпты, рецепт сатыпты дейді, ет сақтаудың. Ол қазіргі теңгемен енді 150 миллион доллар деп қояды, қазіргі эквивалентке қарағанда. Енді сұмдық ақша ғой, миллионер болған ғой деп айтады да. Соның білмейсіз ба, соның қандай рецептін сақтаған, әлде ол жерде қатты бір сакралды бір құпия жоқ шығар, Мен бірдеме ойлаймын, етті сәл тоңаз кептіріп алып, үлкен ол кезде бошкалар болған ғой, ағаш бошкалар. Соның ішіндегі майдың арасына салып алып барған болуы мүмкін. Ал басқа тек ар ойлап, бер ойлап. Өйткені халықтың арасында сөз тараған екен, ана бір нелерде жүр материалдарда. Қаражанның еті ешқашан бұзылмайды деген. Енді тұтас қалың қазақтың ортасында отырып, оның білген сақтау құпиясын басқалар білмеді ме деген сұрақ қой. Демек, ода бір уникалдық дейді ғой, бір бірегейлік болған болып тұр ғой ол адамды ше. Оның үстіне кеп анау жақтан орыс кеп сатып алып жатқан болса оны. Орыстың да ми жетпеген болып тұр ғой деймін да. Бұл негізі халықтың қазынасы ғой. Не ойласам, соны майдың арасында сақтап алып барам екен. Май бұзылмайды ғой. Май ауаны сығып шығарып жүреді. Май содан кейін көп неменете қоймайды. Табиғи сосын. Әдетте жолаушы жүргендер қойдың құйрық майына қуырдақты қуыратты қосып чылап алып қарынға сап әкете береді ғой. Қарынға салған қуырдақ дейді, майға сапсайды. Біреусін суға салады да, қайнаған суға. Сол жерден қуырдақ, сол жерден сорпа жасап кете береді. Бұрынғы жорықшылар да болған, қарынға салған. Сондай деректер бар енді. Ол нақтылы ешкім білмейді оны. Енді 1860 жылдар мен бір көрген бір материалдарда Европада Орта Азиядан барған тоң майлар. Сиырдың майы, қойдың майы, түйенің майы, тоң май өте жоғары сұранысқа ие екен. Өткізбейді ғой, Тоң май, бөшкі тоң майлар
ана жібек жолығымен барады екен. Европа базарында ең қымбат бағада сатылады екен. Неге? О заманда мына қазіргі чимишка, күнбағыс майы, әртүрлі майлы дақылдар көп жоғары дәрежеде өнім өндірілмеген, май сығатын заводтар шықпаған. Табиғи түрде малдың майы сұранысқа ие болғанда, қазір орнын жаңағы өсімдік майлары басып кетті де түрлі. Өндірістің артуымен, технологияның дамуымен. Бұрын кезде сол шетелде, Европада жаңағы материалды көргем, сол Орта Азияның тоң майлары, малдың майы қатырылған. Ерекше сұранысқа ие деген. Қайттан келіп отыр ғой сонда. Масло гхи дейміз ғой жаңа. Гхи деген не десем, сөйтсем тоң май екен ғой. Гхи май деген тоң май ма? Тоң май. Мынадан бір алып жүрмін. Мынау немене? Қарта мынау. Қарта мен қазының ішінде бөлек жасайсыздар ма? Қазы қарта дегендегі. Осы. Сүрлеген кезде жалпы еттерді бөліп жасала ма әлде? Жоқ, бірге қой. Бәрі бірге, иә? Мен Америкада 7 жылдай тұрдым да. Сол кезде біз уже соңғы қайтатын жылдары біз ол жерде Австралияның, Жаңа Зеландияның кәдімгі халал еттері Америкаға теңіз арқылы, кеме арқылы мұз атылып жетеді. Бұл бірнеше ай жүреді деген сияқты. Сол кезде біз соңғы уақыттарда сол етті жей алмай қалдық. Өйткені тұздап та көрдік, былай да көрдік. Анау дәмінен да бәрі қызыл ет, кәдімгі таза қызыл ет, сүйексіз ет, қойда сатылады, Жаңа Зеландиядан келіп. Бірақтан жаңа сіз айтып жатқан сияқты сақталуы дұрыс болмады ма? Сол ет бір дәмсіз болып кетті да бізге. Жасып тұр ма? Кәдімгідей сол бар ғой, одан кейін дәм рецепторларына сол жақта енді жылқы көп қой. Әлемде ең көп жылқы ақш-та. Олардың өздеріне сол жерде қазақтар жиналып, жаңағыдай америкалық фермерлерден жылқыны сатып аламыз. Барамыз, сол жерден барып, фермерден барып сойып аламыз. Бірақтан ол жылқының еті де бәрібір біздің Қазақстандағы кез келген өңірдің жылқының еті сияқты болмайды. Өйткені неге десек, бірақ ол жайылымда жүрген жылқылар да бар, қолда ұсталған жылқылар да бар. Әртүрлі уколдар салады, олар вакцина салады, кәдімгі мысыққа салған, итке салған. Бізде де салмай ма қазір малдарға? Сондай бір вакциналар салады. Бізде де бар. Мысалы, сиырға қараса. Бірақ ана еті, енді мынау жылқының еті демесе, сен жеп отқан кезде білмейсің да жылқының етін. Қағазда дейді. Ол дәм рецепторына байланысты болуы мүмкін ол? Мүмкін сондай да болған. Бірақ жаңағыда айтып қалдық, қазір мысалы көп жасаудың құпиясы шөп жеуден немесе басқа да бір Шығыс Азия елдерінің рецепттерін көбде ұсынады деп. Бірақ менің ойымша қазір мысалы Америка, ақш үкіметі соған қайтып келді. Олар осы биыл 2026 жылы, 2025 жылы бүкіл халықтың тамақ рецептін басынан қарастырды. Сөйтсе, ол тамақ рецепті соғыс болды ғой. Екінші дүниежүзілік соғыс болған кезде жасалған рецепт екен. Бүкіл адамдар мынандай тамақ жеу керек, күнделікті адамның калориясы болу үшін деп. Сол кезде енді ол кезде соғыс енді бітті, әлі мемлекеттің экономикасы, халықтың жағдайы жақсы емес. Адамдарды тезірек тойғызатын рецепттерді қойған екен да. Оның ішінде тәтті көп болған. Сіз айтқан тәтті көп жеңдер, оның көп жеңдер, оның барлығы сені адамды тез тойдырады. Бірақтан оның бір зияндығы бар. Сөйтіп, биылғы рецептінде бүкіл халықтың жаңағыдай осы тамақтарды жеу керек деген құрамында қызыл етті қосты. Міндетті түрде қызыл ет. Бұрын алып тастаған екен қызыл етті. Қызыл ет деген зиян, Жандос айтып жатқан сияқты. Қызыл ет міндетті түрде жеу керек. Қызыл балық міндетті түрде жеу керек. Ал енді ол қаяқтан келді деген кезде, бұлар капиталистік ел болғаннан кейін ана қолдан жасалатын тамақтар әртүрлі, хлопья дейді, таңғасты киноларда көреміз ғой. Таңғасты тұрады да, холодильникті ашады да, жаңағыдай мұздай сүтті алады. Заводтың нәрселері. Жаңағыдай анау нені құяды, хлопьяны салады да, тез тойдырады. Америкада біз соны жеп жүрдік. Тез тоясың. Тойып қаласың. Зиян шектіңдер ғой енді содан. Енді оның құрамында өте көп қант бар. Яғни сүт күн сайын сүт жей беруде ол денсаулыққа жақсы емес. Енді капиталист ел болғаннан кейін ана жақтан тезірек пайда табуға болады да. Ал мынау қызыл етті, сиырды бағу, жаңағыдай балықты өсіру, қойды бағу, оның бәрі шығын. Ол содан келді да, олар анау хлопьяны көп жеу керек, одан кейін қантты көп жеу керек, ұнды көп жеу керек деген нәрсені үкіметтік деңгейде жылжыта берген. Тіпті
университеттердің профессорларына тапсырыс беріп, бұл қазір ашық шығып жатыр, университеттің профессорларына тапсырыс беріп, мынау қызыл етті зиян деп айтыңдар деп кәдімгідей зерттеулердің нәтижесін бір бұрмалатып шығарған екен да. Саясимен алып кеткен. Саяси айналып кеткен, өйткені артында үлкен анау компаниялар тұр. Олардың тауарларын нарыққа шығару керек. Тұтынушы пайда болу керек. Сөйтіп қазір халық шок болып жатыр да, былай айтқан. Сендер сонда осы уақытқа дейін бізге қызыл етті қатты зиян деп келдіңдер ғой деп. Біз қызыл етті алып, өйткені Америкада мен мынау 2016-дан жоқ 2015-тен 2022-ге дейін тұрдым. 2020 жылдан бастап мынау тек қана шөптен дайындалатын тамақтар өте ресторандар өте көп ашылып кетті. Және олардың бизнес деген енді бір ашылған кезде бір жылдың ішінде мен Бостон қаласына тұрдым. 5-6 ресторан ашылып, ол жерде ылғи кезек болады да. Мынаның рекламасы өте қатты өтіп кетті да. Одан кейін таң қалатын нәрсе, олар қолдан сиырдың етін жасады. Қолдан сиырдың етін жасады, ана бургерге салды да. Бұл жерде грин бургер дейді, жасыл бургер, сенің денсаулығыңа зиян емес, бірақтан мынау шөптерден жасалған, бірақтан еттің дәмін береді, бірақ құрамында ет жоқ. Сондай технологияны олар жасады да, енді қоғамға түсіндірді, маркетинг жасады, халық оған сенді, әлі де сеніп жеп жатқандар бар. Бірақ енді соңғы үкіметі ақш-тың ол стереотипті бұзып жатыр. Жоқ, халыққа қызыл ет беруіміз керек. Мектептің оқушысына міндетті түрде қызыл ет беру керек күніне. Жаңағыдай сен күнделікті тамақ сатып алған кезде қызыл етті алуың керексің деп. Осы нәрсеге келдік. Бұл енді біздің қазақтың бұрыннан беріп жатқан, жеп жатқан кәдімгі қызыл еті. Ол жылқының еті бола ма, ол қойдың еті бола ма? Күнделікті тұрмысқа кіріп кеткен ғой. Иә. Біз сол Америкада жүрген кезде осы нәрсені түсіндіміз. Басында олардың да тамағын жеп жүрдік, жаңағыдай бургерін басқасын. Бірақ енді бәрі қазақтың етін аңсайсың. Қазақстаннан заңды түрде жылқыны кіргізуге болмайды етті. Келіп кетіп жатқан адамдарға сұрайсың мына етті, әкеп беріңдерші деп. Сіздер жіберіп жүрміз 10 келе, 5 келе, 20 келе. Ұсталып қалса, анау кеденнен қоқысқа тастайды көз алдында. Біздің енді көз алдымызда қанша ондаған килограмм еттеріміз қоқысқа кетті былай. Қазылар кетті қаншама. Бірақ енді келген кезде ол біреудің үйіне қазы келе ма? Сол үйді төңіректеп қашан шақырып қалады екен деген сияқты неде жүреміз жаңағыдай. Деп па, танауды көтеріп еске. Кімнің ет асып жатыр деп. Бәрібір ол жақтағы ет жаңағыдай айтып отқандай басқаша да. Негіздеміз. Біз бұнадан шығатын қорытынды мынандай болып тұр ғой. Мысалы қазақтың етіне келгенде шамамен 3000-4000 жыл болса, түркіге де 1000 жыл деп айтады. Одан қазақ ұлтының қалыптасуы 550-600 жыл болса, сонда айналып келгенде сол тамырыңа келесің ғой. Өйткені сен қазір мысалы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының осыдан бір 50-60 жыл бұрынғы тұжырымдары өздеріне өзі қарсы шығып жатыр қазір. Ол біз зиян деп келгенде Данияр айтқандай зиян болмай шықты да, олардың жақсы деп келгендер жаман болып шықты. Демек сонда бізге мына ұлт ретінде, бір қоғам ретінде жалтақтай бермей, әр нәрсеге әркімнің бір қаңсығын таңсық көре бермей, осы өзің тамырыңа оралу керек та. Ет болса да, қымызың болса да, наның, тарың, бидайыңа ораласың. Сонда жаңағы атаң этногенезі 3-4 мың жыл болған жалғас тұрпақтың жалғас болып кете бересің да. Өзіңнің бір негізін залал болса біз онда қырылып қалар едік қой. Иә, соны айтамын. Егер шынында қазақтың ет жеу тәсілі, өмір салты зиян болатын болса, онда бұнда қазақ қалмайтын еді қазіргі күнге шейін мысалы. Ол жерде бір фактор бар ана. Негізі бар ғой, біз бұрынғы тамағымызға басқа отырықшы халықтың тамағын қосып алдық та содан зиян көріп жүрміз. Иә. Мысалы нанды көп жеп қоямыз. Міне осы мәселеге айтыңызшы. Нан мен ет екеуі бір-біріне үйлеспей ме сонда? Мына жерде жоқ қой мысалы нан. Отаспайды. Негізі ана ұн тамақ ішке барғаннан кейін иленіп қалады ғой ол. Қорыту деген өте қиын болады. Одан кейін майда тартылған ұн сіңімді болады, адамға мына крахмал майға тез айланып кетеді. Мыналар бұл ауыз түрлі витаминдерге бай ғой. Мысалы мен бұрында айтып жүрмін, жылқының еті лапылдаған от жанып тұрған. Оған апарып қымыз ішеміз, айран, іркет деген нәрсе құрт езіп ішеміз ғой. Олар су сияқты. Ананың ыстығын басады да чоққа айландырады. Сен маздап денсаулығыңды қалыпты ұстап тұрады. Энергия сақтайды да. Бұл негізі сондай тепе-теңдік сақтау керек. Одан кейін анау үш уақыт тамақ деген болады. Үш уақыт тамақ жоқ негізі. Шартты репеліс болып қалады да. Таңертең тың 7-де, түсте тың 1-де, кешке жақын 6-7-де табиғи түрде сол уақыт шартты репеліспен
адамның құрсағы ашатын болады да қарны. Қарашы. Соған үйреніп қалғанымда мен совет уағына бұрынғы колхоздасқаннан әңгіме. Дұрысы қалай сол негізі? Дұрысы. Қазақ айтады, өзегің талмай ас ішпе дейді. Қарны ашу керек қой. Иә. Қарны ашу. Таңертең оразаңды ашасың да, сәрен таңертеңгі асын ішесің, кетесің. Күні бойы жүресің, ана сусын ішіп жүресің. Сондаймен сумен құрады. Қазақта бір сөз бар. Әзіргі ғылымда айтады ғой, кешкісін тамақ жеме деп, жатарда тамақ жеме деп. Әмәлетте ол шуақ тамақтан кейінгі айтылған сөз. Енді бұрынғы қазақ айтады, атыңды сат, тоныңды сат, кешке жақын тойып жат дейді. Күллі жануар тойып алып ұйықтайды. Осы исламдағы сахабаларда түнде тамақ ішу керек деп тамақ іздеп өйткені күндіз тамақ жеген жоқсың. Иә. Күндіз тамақ тыныштықта қорытылады. Белгілі, тойып алмайсың ғой. Сол сүннет бар ғой, үшке бөлді. Сол бөлді, соны жат, тамағын қорытылады. Асқа, суға, ауаға бөлесің дейді ғой. Қазір оны керісінше былай айтады ғой, мысалы түнде жатып жаңа тамақ ішсең, асқазаның түні бойы жұмыс істеп тұрады. Алттан кейін ішпей. Оны демалдырмайсың. Күндіз ал енді сен өзің жүгіріп жүрдің, жұмыс істедің, сол кезде асқазаның тағы бірге қоса жұмыс істеу керек болады ғой. Біз негізі мына жерде бір нәрсе тұр да, біз өзіміздің сан ғасырдан бері қарай келе жатқан тұрмыс, тіршілігіміз, генетикамыз, ауа райы, ортамызға қарай өзіміздің ас мәзірімізді, әдетімізді қалыптастырмай, басқа құрлықтың, басқа халықтың әдет ғұрпын, солардың ас мәзірін қалыптастырып, солардың ішіп жемін өзімізге қарай сіңіріп отырмыз да. Қателік содан да. Біз өзіміз қалыптасқан нәрсе. Мысалы, бензин құйған машинаға сәлерке құйған сияқты болады. Бізді ақсақал айтыпты. Енді өтірік айтатын кісі екен де бұл. Бірақ кісі баласын қосып өтірік айтпайды екен. Мен анау бір соғыс кезінде келе жатсам бір трактор тауып алып дейді, оған бір май құйсам бұл секіріп кетеді дейді. Сүйсем аэропланның майын құйып алыппын деп. Өтірік әңгіме айтатын кісі балаларды. Сол сияқты біз сәлерке құятын жерге бензин құйып алып жүрген шығармыз. Оған қоса жалпы ана өмір салты өзгеріп кеткен ғой. Иә? Қозғалыс жоқ қой бізде қазір. Қозғалыс жоқ. Ол бір нәрсе бір тарапты болмайды, әр тарапты болады ғой. Атқа міну, таза ауада жүру. Негізі біз көшпенділер үлкен басыбайлы ауыр шаруа істемеген ғой. Малды бұрын кезде жаймаған, көздейді. Екі аяқты қасқырмен төрт аяқты қасқырдан күзетеді, көздейді. Артынан пішт деп жайып жүрмейді. Аумақ бойынша күзетіп жүреді, аттың үстінде жүреді. О тірлігі сол. Қазақ бір сөз айтты, қазақ көшпенді дейді. Ол көшпенді теориясы өтірік ол. Аналар айтқандай көшпенді емес. Бізде жайлау, қыстау, жаздық, қыстық деген екі мекен болған. Қаламыз болған, әртүрлі қор сақтайтын, әскери қор сақтайтын, оны ұстап тұратын жаңағындай тұтқындар болған. Қолға түскен тұтқындар сол жерге барып там салып, кірпіш құйып, тағашеге сол қол өнершікпен айланысып, біз қару жарақпен қамдайды. Сонда біз көшпенді емеспіз. Мысалы біз мекен сақтағанбыз, иә, мекен сақтаған халық көшпенді емес. Біз жерді сақтағанбыз. Жеріміз мал сақтаған. Мал біздің жанымызды сақтаған. Қарашы, бұл экономика. Біз өзіміздің неміз бойынша жер сақтадық, жер малды сақтады. Мал деген экономика. Мал жанымыз сақтады. Біз ол азық түлік қауіпсіздігі дейді ғой, қазір әр мемлекет 10 жылдық азықтың қауіпсіздігін сақтап отырады. Сол сияқты енді ойымды жинақтап айтсам, мен сол қазақтың еті сүрленген. Қыстың басында аяз болмай тұрып, малды сойып, етті сүрлеп, ауаға іліп, ет үйлерге жинап алады. Келер жылғы қозы бысқанша. Жаздайғы сүтті оны пісіп, іркіт қып, құрт қып, анағып, мынағып, сүзбе, оны қапқа салып, майымен қосып, оны жинап алады. Жарым жылдық азығын. Енді мына жерде тағы бір сұрақ туады ғой. Сіз айтып отқан мына етіңіз бұл енді жоғарғы өнер туындысы болуы мүмкін да, ет мағынасында. Екінің бірінің бір қолынан келмейді ғой. Сосын экономикалық бір әл-ауқаты көтере бермейді бұны. Енді осының бір жеңілдетілген бір нұсқасы, бір қазір еттің бағасы да қымбат мысалы. Оны қандай жолын табады енді? Мысалы, біз көріп отырған көрермендер айтуы мүмкін, мыналар байдың әңгімесін айтып отыр ғой мына отырғанда деп. Макронға жармай осақ деп. Бұл айтылып жатыр. Ол қалай болады деймін да енді, мысалы, осы жағда қиын бізде қазір ет қымбат. Мысалы, ет қалай сақтайды? Енді жаңа Жандостың сұрағы бойынша бұны қалай бейімдеп, қалай халық жалпы беттік тұтыну керек деп отыр ғой. Енді бұқаралық спорт деген секілді ғой, бұқаралық тұтыну. Жалпы қалай тұтынады дегенде өзіден біздің қазақтың, біз өз ауыр халықпыз ғой. Миллион жүрсек те миллиардтың екпіні жүретін, миллион жүрсек те миллиард халықты мәдениет жаратып жүретін халықпыз ол. Мақтан емес, ол шындық.
қабілеттілік қой. Мәдениетіміз, спортымыз, түрлі ұлттық нәрселеріміз миллиард халықтардың жаратқанын жаратып отырмыз. Бізде спорттың түрі бар, кейбіреулерде жоқ. Сөз құрамымыз, сөз байлығымыз, мысалы сөздік қорымыз өте жоғары. Бұның бәрін айтып отырғанымыз сол сияқты біздің асымыз да өте ауыр нәрсе ғой. Ұзақ дайындалады, қымбатқа түседі, бірақ өте құнарлы ғой. Мысалы 9 қабат торқадан тоқты шекті тоқтымның терісі артық дейді. 9 қабат торқаң суыққа тоңдырады, бұтаға жыртылады. Мен одан да тоқты шекті тоқтымның терісі артық дейді. Суыққа жібермейді, бұтаға жыртылмайды. Бұрынғы замандағы ғой енді ол. Сөйтіп бір ақсақал айтты дейді. Сол сияқты енді мәнерлі, бұл енді құнарлы азықтық қой. Өзі көппен араласып, көптің арасында жүрген адамның жұмысы да жүреді. Қонақты көп күткен адамның да жұмысы жүргіш келеді де. Ал оның қазақ қонақ 10 ырзық әкеп 9-ын тастап, біреуін жек бітеді дейді. Енді көппен араласып, көпшіл болса, етті де жей алатын шығар, еңбек қор болса. Жатып алып, қатқан нанды кеміріп жатсаң, енді ол әр адамның өз басынан іздеуге болады. Әртүрлі факторлар ғой бұл енді. Ал енді аға, бір сұрақ осы жерде. Құнарлы тамақ, бұл ет қымбат тамақ, енді қол жетті делік. Енді кез келген нәрсенің шегінен асса, бірдеңе шығады дейді абай айтады. Күнде жеу керек қой бұны? Бұл мынандай нәрсе, бұл маусымдық. Мәселен, күн суықта жеу керек ғой. Ана бір татардың ғалымы қазақ даласына келіп, енді қалаласқан жер ғой. Қыстағы қазақтың жеген сүрісін, қатық болған сүрі ғой енді. Ашқазан деген о да бір әлсіз ет қой былайша айтқанда. Ана қатық болған етті жеп, ана ашты құртты жеп, сөйтіп жатқанда мына қазақтан тұқым қалмайды деп. Жазда барса, екі беті қып-қызыл еңгезердей қазақты аттың үстінде ат соғат былай тұрыңдар деп безіп жүр дейді. Ойды қырды шақпылап. Жүргені жайлау, мінгені ат, спорт қой енді. Оның ішкеннің бәрі таза, қымыз, қымыран, малдың сүмбесі, сүті дейді. Көкжелі, 6 ай у жеп, 6 ай дәршер екесіңдер ғой деп дейді. Одан кейін айтыпты, бір ауырған балаға қойдың құйрық майымен емдеп жатты. Біздің құйрық майды әртүрлі, әжелеріміз әртүрлі жақтан істете береді, суық тиісін, жөтелсін, андай болсын, мындай болсын. Ішкізет, жағат, иіс кетеді. Бәрі өзі сонымен істей береді. Көп сол айтты дейді. Мына әгер татар болса, мына майды істесе өлер еді. Қазақ болғаннан кейін тірі қалып жатыр дейді. Бұған дәрі өзі. Сол сияқты түрлі біздің бәрі айланып келіп жасаған ортамыз, тұрмыс тәсіліміз, денеміздің соған бейімделуі, содан шығып отырған әңгіме де бұл. Сондықтан маусым бойынша, мәселен, қыстай сүрі жейсің. Бұрын кезде кепештеп тар еккен. Кепештеп, бір кепеш, екі кепеш дейді. Басында кепеш бар ғой. Солмен тар егеді екен. Бір кепештік тар егіп беттім. Тазы кепеш дегендегі кепеш қой? Кепеш. Кәдімгі тақия кепешпенен тар егіп бетеді екен. Мынау алтыншы айдың әр жер әртүрлі. Алтыншы айдың 10-дары, алтыншы айдың 15-дары, алтыншы айдың 20-лары ақ мия гүлдейді. Ақ мия гүлдеген кезде қазақ тар егеді екен. Ол шілденің басталайын деген кез екен де. Шілде басталғанша осындай бір тар көтеріліп алады екен де, 40 күн шілдеде немене кетпейді екен шөлге. Одан күзгі жаңбырға соғады екен, ол жайлаудан түскенде пісіп тұрады екен. Тарыны кекілдеп алдық деп бәрін соны. Бір-ек қап тары, бір-ек қап арпа, бидай баяғы сонды. Мына негізі ірі астықтар жейді екен. Қазақта көп нан болмаған ғой. Тиірмен тартып өйткен қолайсыз бір жағы. Біз бір жерде омарылып отыратын халық емеспіз. Жаңағы қысқы жазғы мекеніміз бар. Сонда кепештеп тар егеді екен бұрын кезде. Егіншілікпен қатты айланыспаған. Қазір мынау етпен бірге айтады ғой, шөп жеуді ше, шөп. Ол қазақ дәстүрінде бар ма еді, шөппен бірге? Енді қазақтың өскен жерінде әр жерде әртүрлі. Мысалы, тау сарымсақ, жуа, мынау Алтай жақта бек деген нәрсе бар. Сарымсағы білектей, неменесі жүректей дейді. Бірдемесі жүректей. Бүлдірген жүректей шығар? Жоқ, бүлдірген емес. Апай мұтып тұрым. Бек деген нәрсе бар, жабай картошка сияқты нәрсе болу керек. Сол сияқты түйін тамырлар өте көп болады. Жидек. Бірге жеген ғой немене? Түрлі жидектер бар, жеміс жидектер бар, солармен толықтырады ғой енді ол. Бізде де өз алдымызға медициналар бар ғой. Қазақ медицинасы бар, кәдімгідей. Ана 32-ші жылы ашаршылық, 45-ші жылы соғыс. Көп нәрсені алып кетті ғой. Көп нәрсені алып кетті. Иә. Үлкен білетін ақсақалдардың бәрі кетті, сонымен көп нәрседен жалаң қалып қалды. Мына Совет одағы кезінде мясокомбинатқа қаратып қойған, тушенкаға қаратып қойған. Қатты нәрсені шайнап жейтін адам жоқ қазір.
шайнап жеген жоқ сол. Шайнаған асты қанша шайнап жесең, сілекейің соншалықты араласады да адамға соншалық сіңімді болады. Желке шайнап өстік қой. Шашың ұзын болды. Бізде енді қыздарға емес, біздерге. Бір нәрсе есіме түсіп кетті, жаңа азық-түлік қауіпсіздігі деген енді былай жеке адамның құлқын емес, не деуші еді, жаңа мемлекеттік тұрғыдан қарасақ, енді бүкіл әлем қазір соған ұмтылып жатыр. Соның ішінде мен жаңа 9-шы рет барғалы жатқан, мүмкін бұл шығып кеткенше уже барып келетін шығармын. Жапония енді әлемде озық елдердің бірі. Соның есімен озық деген кезде оларда жаңағы ұлттық доктринасы бар. Енді арал мемлекет болғандықтан олардың психологиясы сәл біртүрлі болды. Енді біз аралмыз, бөлекпіз, бүкіл әлем басқа дегенде енді. Ұлыбританияда сондай ғой. Егер мың қауіп дейді ғой, мың түрлі қауіп, аспаннан жұлдыз жауы мүмкін, бүкіл әлем бізге бір жау болып астығын сатпай қою мүмкін деген мың түрлі қауіптің сценарийін жазып, соған қарсы қолданатын амалдарын жазып қойған ұлттық доктринасы. Енді сонысымен де озық қой. Соның бірінде егер бүкіл әлем бізге білмеймін бір себеппен қарсы болып азық-түлік бас тартса, біз өзіміздің күрішімізден айырылып қалмауымыз керек деп. Қазір енді Жапонияның, бұл енді кім Овчинниковтың жазған кітабында айтады, сол 90-шы жылдардың өзінде Жапонияда күріш егу Филиппинге қараған кезде 6 есе қымбат екен. Яғни оларға Филиппин, Үндістаннан күріш әкелу 6 есе арзан. Кез келген ел болса енді, Қазақстан, Қырғызстан секілді, енді 6 есе арзан болған кезде құрсын дейсің ғой. Дорбалайық, алыстан арбалайық деген не дейді. Ал егер олай істейтін болса, қазір олар болмашы деп айтайықшы, енді пайдаға беріп, онда күріш егетін мамандар өліп қалады, анау күріш плантацияларын орнына ертең сауда орын молдар салынып кете ма, кейін жаңағы мың қауіптің бір орында алып қалған кезде дайын болмай қаламыз. Сондықтан да 6 есе қымбат болса да, ана күріш плантацияларының орнын сақтау керек. Сақтаймыз, өлсе өліп кетейік, бірақ мынау біздің ұлттық ұстанымымыз деген секілді бір дүниелер бекітіп алған да. Яғни азық-түлік қауіпсіздігі деген кезде осы бір мысал, мен бір қатты Жапонияға деген бір махаббатымды ашқанда. Және бір нәрсе айтқым кетеді, бізден мен сөзім бір жалғасы, біз енді әлемде көп болған кезде шіркін-ай, дәл бізде жүрген 4 түрлік малда, бірақ басқа елдерде соның бір әдемірек бір кейбір технологиясын тапқан. Мысалы біз Сомалиде болған кезде, Сомалиленд жетелге бөлініп кетті олар енді. Түйенің еті, әсіресе ботаның еті, мысалы барлық жерде жаңағы camel ет дейміз, жаңағы балбырап тұрған ет. Мен мысалы Ақтауда бір-екі рет жедім. Шыны керек, қарт түйені сойған ба, бураны сойған ба, бір иісі болды. Кейбір жерде жүн араласып кетті. Содан мен шыны керек шошынып қалдым түйенің етінен, Қазақстанда жеуге. Ал енді Сомалиде енді балбырған кезден аузында еріп жатыр. Сосын түйен барлық шайда түйен сүті қосылған, үстінде көпірге былай көпіріп тұрады кәдімгі, пенис дейміз ғой. Екіншіден мысалы біз енді Саудияда болғандар түсінеді, қажылық умрада ол Яман дейміз, Йемен асханасында әйгілі мәнди да, ол қозының балбыраған еті. Бізде сол асты бізде жеген келеді, бірақ қозының балбыраған етін таппайсың енді көп жерден, дастарханнан. Сол секілді түйені, болмаса ешкінің еті, біз Эфиопияда 4 рет болдым, ол енді христиан елі 100%, бірақ ескі інжілмен жүретіндіктен, яғни ескі інжіл мұсылмандыққа өте жақын, сондықтан да біз кітабилер ғой деп ешкі етін жей береміз. Бірақ енді қандай балбырап тұр, ондай ешкі етін, мысалы мен Қазақстаннан аңсайсың, енді іздейсің, ана дәмін бір татқаннан кейін енді ол Эфиопияға бара бермейсің ғой үшін. Оларды чөлбай. Яғни ешкі, түйе, жаңағы қойдың балбыраған етінде кейбір елдер енді озық кеткен. Біз енді жылқы, әсіресе стейк жасаудан Қазақстан ешкімнен кем емес, сиыр етінен, қой енді белгілі бір деңгейде. Бірақ әлі де бір қамтымай жатқан негізі тұстарымыз бар деген ғой. Әсіресе ботаның еті, лақтың еті деген тұстар бойынша. Енді ол біздің концепцияға келе ме, келмей ме білмеймін, бірақ. Еттің дайындау технологиясымен қымызды байланыстырамыз ғой. Бізде ана бір мифтер бар да. Мысалы, немістер келіп қазақтардың қымызын алып кетті, көкпарды басқалар алып кетті деген сияқты бір біздің ұлттық дейтін дүниелеріміз алып кетті деген. Сол бір қарап зерттеп көрсем, Қазақстанда өмір сүрген бір неміс кісілер уақытында барып, Германияға барып, соның патентін алғанда, сонда патенті оның қымызға арналмаған, қымыздың өзі емес ол. Қымызды дайындаудың технологиясын жасағанда, ол былайша айтқан кезде Қазақтан қымызды алып қойды деген сөз емес. Олардың бір ғана артықшылығы бар, сол нәрсені өнеркәсіпке кіргізген. Иә, кәдімгі бір заңдастырып қағазға түсірген да. Сол сияқты мысалы сіз жасайсыз ғой осыларды, айтып жүрсіз, көрсетіп жүрсіз. Бұлардың бір қағазға түскен нұсқасы бар ма? Мысалы, сіздің айтқан дүниеңізді басқа бір шәкірт көріп,
қағазға қарап отырып шамамен жасай Дайындай ма? алады. методичка да кәдімгі тәлімдік бір қағаз Әдістер бар беріп ма? бір нәрсе жасауға бола ма? жасауға болады, бірақ оны біз жасағанымыз жоқ. Неге жасамайсыздар? Жасау керек қой. Осыдан бастау керек. Жоқ, шаруаның барын содан бастау керек қой. Жасаймын, неге жасамасқа? Ол қатты қиын нәрсе емес сияқты. Иә, қиын емес, қолда тұрған дүние, өзіміз білетін дүние беске. Жаңағы кімнің, Өркеннің әңгімесін аяқ жағын жалғата кетейін да. Енді біз мынау базарға қатты бейімделген халық емеспіз ғой. Жаңағы сахараны ұстаған, жер билеген халық болғаннан кейін кент ұстамаған, әйтеуір билікте жүрген адамдар сияқтымыз ғой. Негізі жауынгер рас қой, енді шындық ол. Ат үстінде жер иесі болып жүрген халық болғаннан кейін анандай немене ұстап, дүкен ұстап, андай базарға бейімделмеген халықпыз. Енді оны қазір елдің бәрі жалпылам ұлттық асты біледі, жаңағы балбырап пысыр, онда бір тұтастырып, бір қазақ асханасының қалпын келтіруге болады негізі. Жаңағы былбыраған лақеттер күзде мынау сүмбіле туғанда су суиды дейді ғой. Сүмбіле туған кезде ермен пысады, шөп пысады, бітті шығып тұрады. Сол кезде лақтың еті өте дәмді болады. Лақтың етінде әдемі буға пысырып, түрлі дәмденгішпенен балбырат жасап шығуға болады әңгіме. Мысалы, осының бәрін топтастырып, зерттеп, қазақ тағамын арғай зерттеп, шәкірт тәрбиелеп, өргізіп, дастарханға шығарып жүруге болады. Жаңағы одан түйенің дәмі дедің ғой, оны мен де білем. Анау түйеден бір жақтан көп терлей ме, бір жаман шуаштың дәмі шығып кетеді. Терінің дәмі бір, менде болған бір екі рет жеп көріп, сонда таза соймады ма, бір әңгіме бар бұда. Одан кейін қазақтың мынау тамақ жеуінде, осы жақында баламды тіс дәрігеріне алып бардым. Дәрігер айтады да, балаңыздың әлі сүт түстері түспеген екен дейді да. Сүт түс дейді одан. Иә. Қалай түспеген деймін да, оны алып тастайық онда деймін да енді. Жоқ, мына 9-11 тісі жұлу керек дейді да. Мен 11 тісі жұламаймыз ғой дейді да. Неге түспеген деймін да осы уақытқа дейін. Бұл енді қанша жаста? 9 жас. Сөйтсем, бала сүйек жемеген ба дейді да. Сол кезде есіме түсті, бізде Америкада сүйек жоқ. Америкада ет кәдімгі қызыл ет, кәдімгі қызыл ет. Сиырдың етін алсаң да, қойдың етін алсаң да кәдімгі қызыл ет. Оны ассаң да, қуырсаң да мякоть дейді ғой. Иә, мякоть дейді, иә. Біздің бала сүйек жемеген екен да. Сол бір қызық оқиға есіме кемірмеген. Қызым туған кезде қой сатып алып сойдым да. Сол кезде сол етті асты ма, жаңағыдай қуырдақ жасады ма, бір нәрсе болды. Дастарханда балама алдына сүйек келді да. Етін жеп менен сұрайды, әке мынаны жеуім керек па дейді да, сүйекті. Жеуім керек па дейді да. Ол сұраққа мен таң қалдым. Сен қалай сонда білмейсің ба сүйекті жеуді деп. Сен ол бірінші рет, енді ол 2 жасында барды ғой. Бірінші рет алдына бір ес білгелі сүйек келген екен да, 3-4 жыл тұрған кезде. Біз бала кезімізде сүйегіміз жеп жүрдік қой. Тісіміз содан мүжіліп түсіп қалады екен да. Жақсы сүйек одан қалыптасады. Одан кейін кәдімгі үлкен сүйек шығады. Менің балам қазір 9-10-ға келіп жатыр, әлі сүт түспен жүр екен да. Дәрігер еді, ешқандай жылмаймыз, үйіңізге барыңыз да, балаңызға тек қана сүйек беріңіз дейді да, сүйек мүжілсін, ана тіс өсіп. Қатты нәрсе жесін дейді ғой. Иә, қатты, өйткені жаңа айтып тұрмын, біздің қазіргі осы Қазақстанда да болсын, біздің тамақтарымыздың барлығы жұмсақ, алап жұта беретін тамақтар болып тұр ғой қазіргі. Жаңа айтып жатқандай, Европаның, басқа жақтың, жаңа сушиге келіп, басқасы келіп, пицца, бургер. Чайналу керек. Тамақ белгілі дәрежеге дейін чайнау керек. Сен тісіңе де, жағыңа да, бұл жерді бәріне. Одан кейін чайнаған сайын сілекей, безінен сілекей шығады да, араласып бар қорытудың, асты қорытылудың бірінші процесі. Сілекейге араласпай жұта бергеннің өзі асқазанға зиян шығар бәлкім. Иә. Жаңағы Даниярдікіндей проблема қазір мен жаңағы 3-ші балам ұл ғой енді жаңағы Сүлеймен. Биыл 5-ке толды. Осы бертінде ғана тілі шығып бастады. Соңғы логопедке барып бастады. 2 жыл бұрын ойбай не болды деген секілді. Жалқау тіл дейді, ленивый язык дейді ғой. Тілі алдына шығып кетеді да, тілі бос. Соның себебі не десек, жаңағы сүйек шайнамағандық, ауыз қуысы, қайтсақ, шынықпаған. Біздің ұлттық тағамымыздан кетіп қалғанымыз уже балаларымыздың денсаулығына әсер етіп. Табиғатынан жаңағы еттен қашады, жаңағы тамақтың ішінде етті теріп жейді деген бар ғой. Қазір ол Қазақстанда 90% отбасыда сондай шығар. Және жаңағы мына қазір балалардың жаңа туып жатқан, әсіресе соңғы 5-6 жылда көбісі балалардың тілі кеш шығады. Ол жаңағы сотканың да әсері бар, түсінікті, бірақ негізгі әсерінің бірі жаңағы жалқау тіл синдромы. Мынау ауыз шынықпағаннан кейін
тіл еркіне келмейді. Қаттыға чайнау. Тыны к дейді, осы сыны ц дейді. Біраз уақытқа шейін. Мысалы біз логопедке міне соңғы 2 жылда бір кемінде 2 миллион төлеген екенбіз. 90 мың теңгеден енді есептеңіз. 2 миллионнан аса 2 жылда ше. Енді бір ғана былай қарасаңыз тәрбиеден бір тамақ ішуден кеткен кемістіктің орнын біз қызыл ақшамен толтырып жатырмыз да. Және осылай ол 90%. 2 миллион дәріге жұмсай, менен 1 миллионға жыл қалсаң балаң ертең сөйлеп логопедті байытып жатырмыз қазір Қазақстанда. Еттің дәмі өте жақсы. Бұл енді көрініп тұр ғой, мен жаңа рахатқа айтып отырмын, шынында басқаша екен деп. Сосын да май маған ұнады, май бір жілік май сияқты. Жілік май емес қой бұл? Жілік май емес, қазыны май ғой. Жілік май сияқты сонда өте жұмсақ, сосын жүрекке қатты тимейді екен. Енді мынандай етті алуға талпыну керек шығар, бірақ мен қазірден ойлап отырмын, өте қымбат шығар деп. Қымбат емес. Қымбат емес па? Онда мен кеңес беремін, өте жақсы, тамаша. Бұл жерде ең маңызды жаңағы бір межесі керек сияқты да. Баланс деп айттық қой. Мысалы, жаңағы қысқы маусымда сүрленген ет жегеннің өзінде үнемі сүрленген емес шығар. Бір жаңағы аптасына бір ма, әлде 2 аптада бір ма, жаңағы жас малдың еті, мүмкін жаңағы құстың, тауықтың еті деген сияқтыларды араластыра отырып. Араласпа ғой. Bir нәрсе көбейіп кетсе, сол бір кешкіден күрек ұстай берсең, қолыңа мүйіз шығып кетеді ғой, терің қалыңдап кетеді. Сол сияқты бірдеме көбейді, ол одан кері әсер. Қызыл ет, ақ етті араластырып. Сіздің үйіңізде бір 5 жыл бұрын ба бір дәм татқанбыз осы. Бірақ айқын білетінім жаңа не? Қамырсыз келдік. Қамырсыз. Бізде қамырсыз берілген етті бір-екі рет бұл құрметсіздік деп біз қабылдап жүрдік. Өйткені қамырмен жеп өскенбіз ғой біз енді көргеніміз. Сөйтсек қазақ етті қамырсыз жеген дейді. Енді бұған қатысты әртүрлі көзқарастар да бар негізі. Ауырайына байланысты тұтынуына. Жалпы жаңа сіздің айтып отқан сөзіңізден түсінгеніміз, қамыр мен ет үйлеспейді деп отырсыз. Өте тойы боласың ғой. Ет белгілі мөлшер. Адам тамақ үшін өмір сүрмейді ғой. Өмір сүру үшін тамақ ішесің. Белгілі жерлерде калория қабылдау үшін. Мен енді алғаш рет енді аған Ернат осы 1 жылдан бері шақырып енді шыны керек оны бір қалай айтсақ енді жаңағы ары бері жүрген саяхаттың арасынан алғаш рет дәмін татып отырмын. Және енді шын риясыз дейді ғой, пікірімді айтатын болсам, мен керемет мына жаңағы балғай бір ұрын ұстап алған екен ғой, және бау кеспе жаңағы атырлай беретін. Қашан қойсын осыны? Ет жаңағы тәттілігін қойса солын қоямын деген секілді. Мынау еттің дәмінде бір татқан адам, балға үйренген аю секілді, ол ешқашан мына басқа еттен бәсін жоғары қояды деп ойлаймын. Мысалы мен үшін енді әзірге Қазақстандан талай, енді бүкіл 17 облыста болған екен, осы шыны керек. Шетелге шықпай тұр, бүкіл 17 облыс, бүкіл қалада. Қаншама фиш бармақтан бастап осы Қазақстанда қандай дәм бар енді, бәрін жедік қой. Бірақ мына дүниенің дайындалу технологиясы, біздің үйреніп қалған тіліміз енді ысталуы, құрғатылуы, қазір аппаратта жүріп құрғатып жатыр ғой, қазір немістің аппараты dry age деген ойбай миллион долларға келеді. Одан артық бір дәмнің қанықтылығы бәрі өз орнында, енді керемет, енді айтуға сөз жетпейді. Камера бір жақсы түссе енді дәмді бермейтін де жақсы шығар. Әйтпесе жерде енді айту сөз жоқ енді. Біз енді бала кезімізде ауылда осы қыстың алдында соғым сойып, оны сүрлейді. Енді бұлай сүрлемейді, енді оңтүстік жақта басқаша сүрлейді. Мындай сүрленген етті, ысталған етті өмірімде бірінші рет жеп тұрмын. Дәмі де өзгеше, енді тіл үйрет дегендей. Одан кейін енді бізде оңтүстік жақта енді жылқыны күнде жей бермейді ғой. Одан кейін бір қойды бордақылап үйітіп алатынбыз. Үйткен қойды. Үйткен қойды. Үйткен қойдың енді дәмі де өте ерекше. Оны жаңағыдай тіліп таңертең нанға қойып бір тілімін жесе, ол түске дейін бала тоқ жүреді да. Сондай жеп өстік қой. Қазір ол үйтілген қой дегенді бір сіз сияқты осы ет саласында жүргендер болмаса көп жерде ол жоқ. Ал мынау кәдімгі ысталған етті технологиясын менің ойымша көп өңірлерге, көп бір шәкірт тәрбиелеу ма, сондай бір нәрсені дамыту керек сияқты менің ойымша. Енді тек бір өзіңіз бүкіл Қазақстанға жетпейсіз ғой. Сондықтан бұндай еттің дәмін енді қазақ дәм татса, өзінің ұлттық кодына, өзінің ұлттық жадысына оралады деп ойлаймын. Өйткені Америкада 7 жыл тұрған кезде
5 жыл 7 жыл 10 жыл тұрғандардың көбісі қайтып келеді Қазақстанға. Неге? Тамақ сағынады. Осы қазақтың тұрмысқа шыдамайды. ұлттық тамағын сағынады, осы етті сағынады. Егер дейді Америкада жүрген кезде осы Қазақстандағы жылқының еті қазысы болатын болса, мен осы жақта жүре беретін едім дейді да. Өйткені қашанғы жаңағыдай алдыра береді Қазақстанға. Оның кейде екеусін біреусін жолда ұстап алып жаңағыдай кедендер алып қояды. Көп оралып жатқандардың не үшін келдің дейсіз ғой? Осы тамақты сағынып келеді. Ал әсіресе енді мынандай тамақ, мысалы қазақ көп адам ресторандарда, қоғамдық тамақтану жерінде болатын болса, ең ойымша қазақ өзінің бұрынғы жылқы етіне оралады деп ойлаймын. Енді шынымен де дәмі тіл үйрет. Мен сізге Инстаграм арқылы жазылып, ылғимен қарап отырдым, осы етті қалай алса болады екен деп. Көздің қақысы берді. Көздің қақысы бүгін алдық енді. Бір нәрсе қоса салайыншы, жаңағы қазір Сауд Арабиясында жиі болып жатқан уағыз дейміз ғой, жұма уағыздарының бірінде қазір имамдар былай ұрсады дейді енді. Қазір тауықтың етін өте көп қолданып кетті ғой енді. Сонымен бұрын жаңағы түйе етін жеуші едік, түйе секілді мінезіміз ірі болушы еді, жаңағы кесек ірі сөйлеп, бір кесек шешімдер шығарушы едік. Қазір тауықты көп жегендіктен тауық секілді жаңағы еркектерімізді жаңағы қоқылдап кетті болды ғой, анам. Майдай шүйде іске араласып деген секілді бар, ұсақтанып кеттік деген секілді. Қайтадан түйе жүйк, айналайындар тауықты жеңілдет деп не кетпеңдер, әуестен кетпеңдер, түйеге қайтайық жаңағы. Қойға қайтайық деп имамдар жұма уағызда Сауд Арабиясында айтып жатыр екен да. Қазір білесіздер, Сауд Арабиясы әлемде семіздік бойынша бірінші орынға шықты. Бұрын ақш еді. Өйткені өзінің ұлттық негізін ұмытып, жаңағы фастфудқа үйреніп алды жаңағы. Әлемдік аттарын атамақ қойып, жаңағы неше түрлі брендтерден тез дайындалатын. Енді чипсы бар, коласы бар, басқа ой айтып қойдым ғой, жарайды. Басқа деген. Сондықтан да енді соңғы қорытынды сөз ретінде айтарым, ұлттық негізге қайтқан, ұлттық тағамға қайтқан ұлттың ұлттық мінезі де өзінің бойына оралады да, жаңағы. Шығып кеткен жан деген секілді, қалықтап кеткен рухы өзінің бойына қайта мінеді. Мүмкін сол кезде жаңағы конституция қазір конституция жарнама ма, мың жылдықтар бойы жалғасып жатқан мемлекеттігіміз деп жатыр ғой. Сол мемлекеттілігіміздің Алла қаласа бір бүкіл болмысы біздің бойымыздан табылатын шығар. Біздің мақсат енді ет жеу емес. Біздің мақсат ұлттық асты ұлықтау. Осы ата бабамыздан қалған дәстүрді жалғастыру. Сосын мынау інілеріміз ғой енді. Жас болса да бүткіл құрлықты аралап, сан елдердің дәмін татып көріп жүр. Қай жерге барсаң да сол жиренше шешен айтпақшы, ханның сарайынан қашып ұлашығына барады екен ғой. Ақсарайдай кең үйім, бір демедей боз үйім деп сирағын созған кезде ұлашығынан сирағы шығып кетеді екен. Құсты сөкте жазған. Сол сияқты өз туған жерің, туған елің, әр нәрсе өз туған жерінде аюдың да апаны бар. Өз жерінде жақсы ғой. Сол бүткіл жерді аралап жүрген жігіттер сол ұлттық асқа жетпейтінін, өзінің туған жеріне жетпейтіндігін көз жетіп отыр. Осы жігіттерге бір көз қақсын беріп сайық, бір Құдайдың жақсы күнінде бір ас дәмін татқызайық дегеніміз біздің мақсат тамақ жеу емес, ұлттық асты дәріптеу, ұлттық асты ұлықтау, өзіміздің шаңырағымызды биік көтеру, ұлттығымызды әспеттеу, ата дәстүрімізді сақтау. Ұл тілегі ұлтында, құл тілегі құлқында дейсіз ғой. Иә, дәл айттың. Ал жігіттер енді дүниенің жүзін кезіп жүрсіңдер, Алла тағала істеріңе оң берсін, оңдық берсін, мәртебелеріңді көтерсін, дастархандарыңнан жақсылар үзілмесін, ұрпақтарың елге, жерге хайырлы ұрпақ болсын, қазақтың қақсын беретін, елдің жай күйін ойлайтын, өздеріңнен де аса туған ұлдар болсын, сырты малға, іші жанға толсын, бастарың аман, іргелерің бүтін, мұраттарың асыл, ел алдында беттерің жарық, мықты жігіт болуларыңды нәсіп етсін. Аллах акбар.